Талай қаракөз балаларымыз біздің шетелге сатылды, білесіздер ме? Қыздарымыз, ұлдарымыз, не соны бір-бірден сатып алсақ, бір-бірден асырап алсақ, жетім болар ма еді Қазақстанда? Егер Қазақстанда әрбір мұсылман бір-бір баладан асырап алатын болса бар ғой, жетімхана болмайды екен бізде. Сондай қатыгез болғанбыз біз. А сол әйелден аса алмағандықтан небір жесірлер жаман жолға түсіп жатыр. Алғымыз келеді, жәрдемдескіміз келеді, бірақ дейміз, бірақ деген сөз бар. Бірақ не? Бірішіне дейді екен. Дұрыс, тәуекеліміз жақсы, Құдай жеткізеді дейміз, алғымыз ақ келеді. Бірақ неге ала алмаймыз? Қорқамыз. Негізгі шешетін ер адам ғой.